Ата-ана проработкасы. Хит тақырып қой, короче. Мы же все нуждаемся в любви, мы же все нуждаемся в поддержке. Әсіресе әке-шешеміздің. Мен 1,5 жастан бастап әкесіз өстім. Оказывается, мне нужно было всю жизнь признание от отца. Мамасын мама деп айту керек, папасын папа деп айту керек, әжесін әже деп айту керек та. Мен папаға мен сізді жақсы көремін деп айтып үлгерген жоқпын. 1,5 сағат зират басында отырып, мен әкемнің тасына қарап отырып, жылап, еңіреп, признавался в любви. Все, да? Сәлем, құрметті достар. Сіздерде эфирде Оттегі подкаст. Баршаңызды осы подкастта көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін бізде қонақта әдеттегідей Бақытбай Сәурбеков, Ержан Болатұлы және Нартай Жұмабай. Шыңғыс Амандосов. Бүгінгі тақырып ата-ана проработкасы. Хит тақырып қой, короче. Қазір байын десең, папаңмен достас, береке болайын десе, мамаңмен достас, мамаңды кешір, папаңды кешір деген тема хит қой. Сол тақырып, бүгін сол туралы сөйлесетін боламыз. Енді ортаға тастайын сразу, белгілі, мынау жауап берсін демеймін. Қазіргі таңда хит болып отыр, осы нәрсе ата-анаңды кешір, проработка деген нәрсеге қалай қарайсыздар? И ол не сіздің түсінігіңізде ата-ана проработкасы деген? Мен ойымша, бірінші нужно понимать, что проработка родителей ол ата-ананы емес, менің басымдағы ата-ана туралы иллюзияны. Дұрыс емес түсініктерді өзгерту. То есть ата-анаға деген ішкі шынайы пәк сезімдерді оятып, мынау белгілі бір шаблонды алып тастау. И анау нәрсе бар ғой, мысалға ата-анамен қарым-қатынасың қандай болса, әлеммен қарым-қатынасың сондай. Например, мен всегда айтамын да, короче, проработка деген кезде көбісі бізде ата-ананы кешіру деп ойлайды ғой, сұрайды, айтады ғой. На самом деле кешіру емес, кешірім сұрау. Осы күнге дейін сендер оны дұрыс түсінбегендеріңді, осы күнге дейін дұрыс қабылдамағандарыңды, оценка бергендеріңді мойындап кешірім сұрау. Мысалы, қазақта бізде сөз бар, иә? Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деген бар. Бірақ бұл сөз шыққан заманда практически жетіндер болмаған. Біз бәрі физически әкесін, шешесін көрген ғой. Неге бірақ оны айтылған? Әке көрген деген сөз, әкесін әке деп без условий, то есть шартсыз, шаблонсыз қабылдаған. Менің әкем, ол менің әкем, ол герой, ол самый лучший деп қабылдаған адамдар. И сол әкесін көрген, то есть толыққанды қабылдаған, без условий, без оценки қабылдаған адамды әке көрген дейді. Оқжонар деген не? Оқжонар деген ол батылдық, қайсарлық, жылдамдық, нақтылық, то есть точность, да? Скорость. Бізге жақсы жетістікке жетуге қажетті қасиеттердің барлығы. Как ни крути, біз олардың жалғасымыз ғой. Солар арқылы бізге белгілі бір қасиеттер беріледі. Қасиет пен дағдыны шатастырмау керек. Дағды деген это всегда приобретаемые вещи. Например, там ағылшынша төлей алу это навык. Способность ол біздің бойымызда бар, және біз оны аша алатын нәрселер. Қабілет ол біздің бойымызда бар, аша алатын нәрселер, дағды деген ол сырттан алатын нәрселер. Ана көрген оқжонар деген сөз, анасын ана деп шартсыз жақсы көріп мойындай алған адам, қабылдалған адам. И бұл адам анасын бойындағы қасиеттерді. Ана көрген тон пішер деген, тон деген не ол? Жылулық, уют, махаббат, забота деген нәрселер белгіледі. Сондай қасиеттерді мойына сіңіре алған адамдар. Енді осы екі қасиеттерді бойында бар адам, ол өмірде бақытты болады да, байда болады да. Вот. Мен мысалға ата-ана проработка деген кезде мен басында осыны жетемін. Любить своих родителей без оценки, без претензий, без обиды и касательно них прожить все эмоции деп ойлаймын. Сонда реально қазір қоғамда айтып жатқан жаңағы егер сен бай болам десең, әкеңмен қарым-қатынасың түзе, берекелі болсын десең, ата-анаңмен қарым-қатынасың түзе деген. Это напрямую әсер етпейді. Напрямую әсер етпейді. Жоқ, егер көрермен тарапынан айтатын болса. Жаңағы сіз айтқан посылда сол келіп тұр ғой? Жоқ, түсінікті болсын, напрямую әсер етпейді. Бірақ косвенно әсер етеді. Косвенно қалай? Мысалға ретінде маған жанама түрде. Жанама түрде. Мен үлкен табыстау үшін маған батылдық керек, қайсарлық керек, жауапкершілік деген қасиеттер керек, жылдамдық керек деген сияқты. То есть белгілі бір қасиеттер керек маған. Бірақ ол қасиеттерді мен қайдан аламын, егер мен өзімнің туған әкемді мойындамай жатсам? Бұл жақтан андай нәрсе бар сияқты еще. Типа, когда сен сол әкеңе қарама-қарсы
қарсылығың болып тұрса, дәлелдеуің болып тұрса, анау болып тұратын болса, ол просто әшейін энергия тұрғысынан алған кезде де сен 100% энергияңның 20-30-40% жеп тұрады ғой барлығы. А ол сен мақсатыңа жетуге деген сияқты мешать етеді да. Тек қана андай бір ішкі түпкі мәселелер ғана емес, просто энергия тұрғысында да қатты әсер етеді. Қай тұрғысынан да, короче, вот когда ты идешь против своих родителей или даже мысалы, например, егер мен әке-шешем бірге дәлелдегім келетін болса, вот мен неге дәлелдегім келеді? Потому что я с ними не согласен же в чем-то, правильно? Если я не согласен, значит я своих родителей не считаю родителями. Потому что мен үшін бала ретінде ата-анам ол әлем ғой. Әлем. Нақты ешнәрсе демейсің ба дегенсің? Әлем. И мен ішімде конфликт бар да, сен де дұрыс емес өмір сүресіңдер дегенше. И я хочу доказать им, что можно по-другому жить. Ал андай нәрсе ше. Сен бөлек адамсың ғой бәрібір. Ол сен үшін әлем, бірақ сен олармен келіспейтін моменттерің болмау керек па не деген әңгіме ғой? Жоқ. Мәселе келіспеуде емес. Келісу, келіспеу, ол проблема жоқ одан ше. То есть как жить себе, ты выбираешь сам всегда. Но мәселе дома типа, я считаю, что мама неправильно живет. Олар үшін вот осы мәселеде көрдің ба? Осы мәселеде ғой конфликт ше. Уже осуждать деген әңгіме бар. Типа бұрын андай мүмкіндік болды деп ата-анасы айтады. Типа ол тұрады да, мә сол кезде мына нәрсені дұрыс жасағанда, қазір біз бүйтпейтін едік. Сол кезде мамам, например, типа маған қалай өмір сүруді үйретпей қойсын, проблема жоқ. Или үйретсін, без разницы. Олардың маған деген қарым-қатынасы вообще без разницы. Бұл жерде вопрос, мен келіспеймін олардың таңдауларымен. Олардың өмір сүру стилімен еще. Типа, например, условно типа андай нәрсе бар да. Қыз бала, вот кем айтады да, 3 рет айырылысқан, конфликт в отношениях, все, короче. Типа, ажырасады, басқа жерде болады, ажырасады, короче. И үш күйеуден 3 түрлі баласы бар да. Копаемся, в итоге выясняем. Оказывается, оның ойынша, мамасы өмір бақи әкесіне шыдап келген жертва. И она считает, мама, ты же могла бы развестись, почему ты страдаешь всю жизнь, деп ше. И мама тыңдамайды да оны. И она хочет доказать ей. И сол үшін бессознательно она идет, находит мужа тирана. А теперь смотри, говорит, вот так можно же было сделать. На своем опыте, на своем примере показывает. Вот мы про эти говорим, не согласен деген кезде ше. Вот. Бірақ бұл андай ғой, бұл единичный случай да. Түрлері көп ше. Әке-шешеңмен қарым-қатынаста, как она влияет на твою жизнь, түрлері көп, өте көп. Мы сами выбираем, как жить, но, соответственно, они тоже сами выбирают, как жить ғой. Сосын мынандай момент бар. Ремарка жасау керек сияқты менің ойымша, бағанағы нәрселерге байланысты ше. То есть, косвенно деп айттық қой. То есть, менің әке-шешеме деген қарым-қатынасым жанама түрде әсер етеді, мақсатқа жетумен басқасына деген сияқты, но, опять же, на бетінде әрекетім бар. По-любому әрекетім бар, жасалу керек деген сияқты ше. Потому что алдыңғы подкастарда айттық, типа, адамдар келген кезде, мен ақша таппай жатырмын, себебі мен әкеммен қарым-қатынасым дұрыс емес деген сияқты нәрсе. Үйде отырып алып айтылу керек та. Это перекладывание ответственности ғой. Мен ол кезде былай жауап беремін ше. Жалпы Қазақстанда адам, Қазақстанда есі дұрыс адам, хотя бы 3 миллион теңге табу керек. Потому что все возможны, и налоговый жағынан, и заң жағынан болсын, прикинь, ИП ашу деген қазір кошмар саласың да. А бұрын пипец болды там, соңға бардың, налоговый бардың, тағы талон алдым. Иринен сик деп. Бұл жерде даже салыстырмалы түрде мен айта аламын, например, мысалға Турцияда біз тұрған кезде, әшейін просто коммуналканы төлеу үшін, сен, короче, 30-40 адам очередьтің артында тұрасың. Енді мысалы Стамбулдың өзінде 20 миллион адам тұрады ғой. И олар даже единицаны салу үшін әлі сол неге барады. Очередьке барады. Екіншісі Италия тоже самое. Италия біз ойбай дейміз ғой. Но Италияға барған кезде бұндай инфраструктура вообще жасалмаған. Сен бір документті алу үшін минимум бір ай жүресің. А бізде барын алдың бір күнде істедің ғой деген сияқты нәрселер бар да. Теперь анау ата-ана тақырыбы қайтадан. Әртүрлі сегментті толығымен қамтиық. Бізде атасы мен апасының балалары бар, например. Олар ата-анамен проработка деген кезде қалай қабылдау керек ол нәрсені, мысалы папасына аға дейтіндер бар. Опять же, бұл не ғой, зависит от ситуации. Например, ата-апасының балалары бар, которые туған ата-анасына очень благодарны. Типа, люблю, вообще претензий жоқ, все идеально. Но есть и другие ата-апасының балалары, туған ата-анасына претензия былай. Скрытный претензиялар ше. Неге мен тастап кеттің, неге там бүйттің, неге сөйттің сияқты ше. А там уже нужно разбираться.
То есть олардың жизненный паттерн поведенияларына қарап нужно разбираться вообще, что происходит. Потому что андайда бұл бір шаблонмен ала салатын нәрсе емес. Случаи уникальные и очень разные. На каждого по-разному. То есть папамен конфликт, внутренний папамен конфликт, ол в основном влияет на самореализацию. Потому что әкеден біз көбінесе алатын қасиеттер қандай ол? Жауапкершілік деген нәрселер. Өмірде өзің орын табу. Шешім қабылдау, өзің орын табу, жаңағыдай. Больше жаңағыдай өзіңді адам ретінде, тұлға ретінде қалыптастыруға, бір өзіңнен кейін із қалдыруға, іс істеуге арналған қасиеттер ғой. Анамыздан алатын қасиеттер көбінесе ол жылылық, махаббат, қарым-қатынас деген нәрселерге ше. Мен бірақ нәрсе айтамын тикда. В основном, егер самореализация проблема болып жатса, ақшын проблема болып жатса, карьера болып жатса, смотри на свои отношения. Смотри на свои отношения, если бәрін істеп жатсың, то есть адекватно бәрін істеп жатсың, типа білім алдың, әрекетін бәрін істеп жатсың, при этом не получается, смотри туда. Ал егер сен дым істемей, менде травма бар десең, қоғаннан кім ғой негізі ше? Мен бұл нәрсені үшін мына жағын айтқым келеді негізі. Например, енді қарапайым ғой опять же, сен дүниеге келуің үшін анаң мен әкеңнің екеуінің қосындысынан пайда болдың. Получается, грубо айтқан кезде сен былай бөлсең сені грубо, жартысы әкең, жартысы шешең ғой. И сен когда оларға қарсы шығып жатқан кезде, типа андай, оларға өмірді қалай сүру керек екендігін көрсетіп, жоқ, былай істемеуің керек, былай істеуің керек деп жатқан кезде, сен олардың саған уже беріп қойған қабілеттері мен қасиеттерін қабылдамайсың ғой. Бас тартасың. Олардан бас тартасың. Оны қолданға келмейді. А сен өзің содан тұрасың ғой. 50% бабаң, 50% бабаң. И сол кезде сен, получается, өзің қарамау үшін жасаудың ғой. Сен, получается, 50% мамаң мына жақта отын болса, өшірдің, 50% папаң мына жақта отын болса, өшірдің, и как будто андай бір өмірдің бір мәні жоқ сияқты, өмірдің бір ішінде бір робот сияқты жүрсің, но от них ты не хочешь ничего получать. Но оның жасап жатқан себебі жаңағы обида ғой. Типа сендер бүйтпедіңдер, сөйтпедіңдер, мен сендерге жыным келіп тұр, мен сендерге разы емеспін, енді теперь я не хочу от вас чего-то получать деймін да, и получается машинаның ішіндегі ручникті тартып қойып, газды до конца басып қалған сияқты, грубо айтқан кезде. Ол енді өткен шаққа ғой. Қазір андай балалар да бар ғой, например, ата-анасын қазір тәрбиелейтін ше. Ой, оны үйтпейсіздер ма, бүйтпейсіздер ма, ол там өзі бөлек шыққан, өзінің бөлек өмірі бар, бірақтан ата-анасының өміріне кірсет әлі, ата-анасына сіздер бүйтсеңіздер, сөйтсеңіздер, даже үйдің проекциясына ақыл айтатындар ше, например. Олардың последствиясы қандай болады? Ақыл айтуға байланысты ма? Иә. Ата-анасын тәрбиелеу ғой, грубо говоря, ақыл айту. Бұл нәрсенің болып жатқан негіз менің ойымша бірінші себептерін анықтау керек сияқты. Себептерін анықтау дегенде себеп түсінікті ғой, енді кезіндегі болған бір нәрсеге байланысты қазір грубо айтқан кезде, грубо, тырнақшаның ішінде кегін қайтар ғой. Потому что сендер маған кезінде сөйттіңдер, сендер маған кезінде бүйттіңдер, и теперь я буду это возвращать. Сендер біреулер типа ақшамен манипуляция жасайды. Ақша керек кезде де бермеуі мүмкін, көмек керек кезде де бармауы мүмкін, немесе береді де соның арқасынан типа міндетсінуі мүмкін деген сияқты нәрсеге байланысты. Последствиясы мен ойымша андай болатын сияқты. Жаңа басында айттық қой, енді әке көрген оғжынар, ана көрген тонып жер, соның тура қасында бұқаның басына туған күн бұзаудың басына келеді дейді ғой. И почему-то біздің өмірімізде, менің ойымша, көп кездесетін случай, сен әкеңе де, шешеңе де қойған претензияң өзің өмірінде тура солай қайталанады ғой. Мен олардың өмірінде, олардың орнында болатын болсам, бүйтуші едім, сөйтуші едім дейсің, и тура сол нәрсе өзің басына қайталанады. Сиырға түскен күн бұзауға да түседі. Сол жаңа айтып. Оценка ғой, көрдің ба? Оценка ғой. Анау нәрсе бар ғой. Ты по-любому проживешь жизнь того, кого ты оцениваешь. Ты по-любому проживешь жизнь того, кого оцениваешь. А прикинь, ты родителей оцениваешь. Типа, она жалкая, папа тиран, папа пил, и все. Мен де солай болған ғой, мен я всю жизнь говорил, типа, до 30 лет я говорил, папа слабак, бросил, она кетті, анам деп все. В итоге я сам развелся, и по моей инициативе, короче. Прикинь? То есть, я же повторил его судьбу, условно говоря. И осы нәрсе маңыздырақ, вообще оценка істеуге болмайды, өте маңызды. Алдыңғы постта біз тәкаппарлық тема бердік қой. Тәкаппарлықтың темада негізі суть сол да. Андай нәрсе бар да. Мен нақты достоверный екенін білмеймін, но мен оқыған нәрсе хадис. Былай да. Егер дейді 3 ай ешкімге оценка бермей өмір сүрсең,
өтетім хадис Ол хадис емес. хадис емес, мен бір видеодан көрдім, короче ше. 3 ай біреуге оценка бермей өмір сүрсең, бұл 3 ай тахаджуд намаз оқығаннан қараған жақсырақ дейді да. То есть, ну, прикинь, уровень оценка бермеу деген нәрсе настолько уровень, да, а біз оценка береміз әке-шешемізге да. Почему они так поступили деген сияқты. Сосын жаңа қабілеттер мен қасиеттерден бас тартуға байланысты. Например, там біз әкесінен бас тартқан кезде, немесе анасынан бас тартқан кезде, ол не только әкесінен бас тартып отыр ғой. Әкесінің ар жағында қаншама ата бабасы бар. Ну, былай айтайыншы, бұл нәрсені андай бір теория есебінде айналдырып көп айта беруімізге болады ғой. Негізінен на бетіне деген сияқты. Например, мен өмірде мынандай ситуация болған. Менде оны претензия деп ойлаған жоқпын, но оказывается сондай бір претензия сияқты біресе болған сияқты деп ойлаймын енді. Потому что мынандай болғанда, папа кезінде был видный парень. Ол менен бойы ұзын болған, 2 метр болған, и өте білім жағынан да, не жағынан да, қайтсам, батырлық жағынан мықты болғанда. И папам досымен бірге 11, ну, ол кезде 10 класс қой енді, 10 класс бітірген кезде басқа мемлекетке, Томскке барады да, короче, не тапсырады, университетке экзамен тапсырады. Экзамен тапсырған кезде ол өзі грантқа түседі, бірақ досы түсе алмай қалады. Сол кезде папа тұрады да, досым түсе алмай қалатын болса, айтасың деді, бұл оқуның не істеймін, бір өзім бияқта дейді да, қайтып кетеді. И менде почему-то сондай бір идея болғанда, типа, папа, неге сен сол кезде тастап кеттің? Неге сен сол университетті оқымадың? Егер сен оқыған кезде, типа, менің өмірім бұндай болмаушы еді ғой, біз мүмкін жақсырақ өмір сүретін едік қой деген сияқты нәрсе болды. Сен айтып үлгердің бе? Жоқ, үлгерген жоқпын. Папа 2009 жылға қайтыс болды. Мен қазір айтып беремін, мен айтып үлгердім. Сөйтіп, тұз бекер емес көрдім. сөйтіп, короче, в конечном итоге оказалось, мен өзіме қараған кезде, менің мықты қабілеттерімнің біреуі, менің ойымша, ол өзіме жақын адамдарға және достарым үшін до конца бару деген қабілетім бар деп ойлаймын. И енді ойланбайсың ба, сол қаяқтан шықты деген кезде, менің папама қойып жүрген претензиям, неге сен университетті тастап кеттің деп жүрген жерде ғой жауабы. Потому что мен оны қаяқтан алдым, жақындарым үшін до конца бару деген нәрсені қаяқтан алдым деген кезде, папам өзінің примерімен көрсеткен ғой, что университетке түсіп тұрып, мен бауырым жақын түскен жоқ қой, мен типа оны керек емес бұл маған деп өзіндегі бар нәрсенің өзінен отказаться ете алды да, грубо айтқан кезде. А бұл нәрсе менің претензиям болған. Неге сен үйтпедің деген сияқты нәрсе. Хотя сол нәрсе арқылы ол маған қалай жақындарың үшін до конца тапить ету керекті на живом примере көрсетіп кеткен деген сияқты да. Осы ситуациялармен бөлсек, негізі мен ойымша жақынырақ, жылырақ болатын сияқты. Менен андай болады. Тура соған ұқсас история. Маған атам айтып берді. Атам 30 жыл типографияны бастап болып сондай болған. Балалар бәрін оқуға түсірдім деген әңгіменің арасында мен папам туралы айтып берді да. Сен папаңды военныйға түсіргем. Оқуға түсірдім, оқуға түсіп, болды военныйға КамАЗға отырып барлығы кетіп баратқан. Біздің папаның досы бар, Берік деген, например, сол досы екеуі кетіп баратқан. КамАЗда уже ол кезде военныйға оқуға за границу түсірген ғой. Там Россия жаққа, сол жаққа қарай. И КамАЗбен кетіп баратқан кезде жолда тоқтаған кезде жаңағы досы ауылға қайтам деген ғой обратно. Сөйтіп ауылға қайтам деп, папа сол досымен бірге қалып қалғанда ауылға қайтып келген. Дальше барып оқымаған, короче. И сосын мен тұрамда армандаймын ғой енді, атам айтып берген, мен папам военный болғанда сол кезде погонда жүретін еді, қазір басқаша болатын еді барлығы деген сияқты ше. Уже осуждать етіп бастаймын папаны. И потом мен барып пападан сұраймын, осындай болды ма деймін. Иә, болған дейді папа. И мен тұрамда, неге сол кезде барып дальше оқымадың деймін ғой. Мен барып оқығанда қазір мүмкін сен, немесе сен мамаң басқа біреу болатын еді, типа мынандай мамаң болмайтын еді ғой, сен болмайтын едің ғой деді да. Сол жерде сразу алдым. Стоп қылмаған. Наоборот, алғысты болдым, рахмет дедім сол жерде. Біз ренжіміз әке-шешемізге өйтпейді деп ше, андай. Бірден соң сол кезде как будто не то что ата-анамен, как будто мы с Богом не согласны ше. Как будто Құдай қателесіп кетті, олай болмау керек еді деген сияқты ше. Мен 30 жыл сөйтіп жүрдім ғой жаңағындай. Папам мен мамам айырылысып кетті, мен бір жанымдасым да. Там көп болды әңгіме ұзақ қойықтар ше. И мен ес білгелі, короче, мамам айтты, мама хотя бы бір қызды асырап алыңызшы. Асырап маған қарындас керек деп ше. И қазір мысалға мен қарындастарға деген махаббатым ерекше ше. Уайымдап жақсы тұрмын, короче ше. Даже фокустың өзінде қазір қыздардың бәріне ше, жаным, қарындасым деп жауап жүрмін бастады. Неге екенмін, сол нәрсе бар менде. Прям бандай туған қарындасым болса деп қатты армандаймын ше. И әкем мамамен ажырасады ғой. Біраз уақыттан кейін екінші үйленеді да,
сол кісіден екінші әйелінен 97 жылғы қызы бар да, короче. Жанель деген менің қарындасым бар қазір. И мен соны осы 2023 тауып аламын ғой. Тауып сөйлесем, короче. Бар екенін білесің. Иә. 23-те или оны алдынан білесің? Оны білем. Оны алдында бар екенін білем, бірақ духым жетпейді. 2023-те барып жолғам ғой. Ана кезде чувство бар ғой. Прикинь. Жолғамызда отырмын ғой мен ше. Яғни алдымда тұр ғой, прикинь. Өмірімде ондай чувство полноценности болмаған менде ше. Түсіндің ба? И мен там ана жерде отырдым да. Как будто 30 жыл бойы маған бір пазл жетпеді да. И сол кезде прикинь. Анаған қараймын, ішінде бүйтіп комок фук кетіп қалады. Сөйлесіп боламыз кетеді. Өзім массакмен жүремін. 4 сағат сөйлестік, потом шығып кетті, қайтты ол. Массак отырмда шлем тағып кетіп батырмын. Жылап, айғайлап ше, кәдімгідей. Вот первый раз в жизни, өмірімде бірінші рет, прикинь, толып денемен дем алдым ғой. Өкпем толып ше. И сол мәнінде қанша жыл әкеме ренжіп жүрдім ғой. По сути, құдайға ренжіп жүрдім ғой. Тастап кеттің, типа, почему так несправедливо деп ше. Оказывается, все справедливо. Мүмкін менің анаммен қалса қарындасым болмайтын беді деген нәрсе көрдің бе? Менің анаммен қалатын болса, может быть, қарындасым болмайтын беді. Аллах тағала менің не қалайтынды менен бұрын біліп қойып, может быть, так все было организовано деген сияқты ғой. Все было так организовано. На 100%. Именно с такой благодарностью, пап, ты красавчик, ты все правильно сделал, да все, блин, вообще с восхищением кәдімгідей. Натуре. А всем прикинь, чтобы вот, не меня же на самом деле лишили отца. Это же его лишили. Детей. На самом деле. То есть, белгілі бір деңгейде менің алдымда менің қалауымды, қойдың алдында менің қалауымды орындау үшін оған ажырасу керек болды да. Түсін бе? То есть ему нужно было прожить боль, который, очень сложная еще боль, да, екі баланың астында чувство винасымен, басқа әйелге үйленіп, одан барып нетіп, потом онымен ажырасып, короче, бүткіл ауырлықты алып кетті ғой өзіне ол, көресің бе? Типа сен үшін ба? Как минимум, может быть, там еще миллион причин. Миллион түрлі причина бар ғой. Как минимум, да, и мен айтамын да, вот натуре герой же. Мен үшін менің әкем герой, да. Да, ол ажырасып кетті, да, ол бізге қарамады, да, ол там суицид болды. Вообще без разницы. Он для меня сделал самые крутые дела. Прикинь, мен қарындасым бар да. А мен өмір бақи, прикинь, асырап алсам не болатын еді деймін да, например, ше. Асырап алсам не болатын еді ше. Асырап алсам қызым болады. Жоқ, қазір туған қарындасым бар да. А мен 30 жасыма дейін ренжіп жүрдім да. Пап, нахрена ты вот так поступил? Неге сен біз тастап кеттің, анау, мынау деп ше. И в итоге мен түсінемін да, блин, папа, натуре ваза жоқ деп ше. И сұрап отыр ғой, типа, анаңыздың типа әйел бақыт қайда қалды деп ше. Может быть, менің анам ол әкеммен ұзақ уақыт бірге отырмаса бақытты болмайтын беді. Иә. Может быть, әкеміз болатын болса, біз қазіргідей реализованный болмайтын бедік. Прикинь? Бірақ сол әкеміз жоқ болғанның арқасында, то есть он же своим отсутствием научил нас жить, по сути. Ну да. Прикинь, мен ерте есіп кеттім, до того ерте есіп кеттім, мен уже там 9-10 жаста уже начал обеспечивать семью, сука. Уже мен универ оқыған жоқпын, колледж уақытында, колледж бітіргеннен кейін сразу мен үйлендім, жаңағындай там бизнес бастадым, то есть бүткіл ответственность алып кеттім да. Мама же, по сути, мен уже 14 жастан асқан, 16 жастан асқаннан кейін уже с тех пор мама же кайфует. Ну, 1-2 жыл басында қиналған шығар, до сих пор кайфует. Мен ойлаймын да, вот әкем тірі болса, мен ондай болмайтын едім, скорее всего деп ше. Енді Аллах тағала ешқашан қателеспеген, қазір қателесіп отқан жоқ, келешекте де қателеспейді деген әңгіме ғой. Иә. Ешқашан. Вот типа мен андай ғой, біз бір жағын ғана көреміз, көрдің бе? Өзіміздіге ыңғайлы жағын. Иә, мына жағын қарасаң, блин, мен ойлаймын да, менен қарағанда менің әкем настолько красавчик. И мен жаңа из-за того, что я осуждал много раз его, типа, нахрен, мен түсінбедім ғой, мен түсінбеймін ол қалай үйленеді, потом өмірге бала келеді, егер оның қасында болмайтын болса деп түсінбеймін, жалайтын ғой. Түсіндірді масасын. Түсіндірді ғой, прикинь, түсіндіріп қойды ғой. И я мен понял, прикинь, мен өліп қалған жоқпын, мен даже тастап кеткен жоқпын оны ше. Менде материальная возможность бар,
чтобы и бывшую жену, и ребенка обеспечивать. Мен баламмен, қызыммен постоянно кесіп тұрамын, у нас классные отношения. При этом у меня все время боль бар, да, ішінде ше? По-любому болады боль ше. А прикинь, у моего отца. Ол уақыт бөле алмайды, бір ақша бере алмайды, екі. Бір емес, екі баласы бар, үш. И вообще көріспейді, төрт. То есть, как минимум 4х болды осы боль ше. Мен айтам, мынау боль менде, қазір менде бар боль 4 есе үлкен болатын болса, мен шыдамайтын едім деп ше. Ну, осы жерде мынандай нәрсені айтып кету керек сияқты. Қазір қоғамда ажырасу көп қой негізі ше. И әйел мен еркек ажырасқан кезде, жауапкершілік алмау, анау, мынау, ішіп кету, наркоман деген сияқты жақтары бар. Но әр адам қателеседі ғой да. Мы все живем жизнь первый раз. И мынандай да бір себебі бар екен, оказывается. Ер адаммен әйел ажырасады, бірақ ортада бала бар. И сосын әйел айтады ғой, мынау маған келмейді, баласына қарамайды, іздемейді, үйтпейді, бүйтпейді дейді ғой. Сол кездегі себептердің біреуі, оказывается, келмеу себептердің біреуі, когда мужчина разводится, оның басында ол жеңілді ғой ана жерде. То есть әйелмен ажырасқан кезде ол жеңілді. Это значит поражение в его жизни. И ол сол әйелге қайтып келген кезде опять сол поражениесін көре береді ғой. И адам болып ойланады ғой, блин, может басқаша істеу керек пе еді, может мен до конца істемедім ба, может мен андай істемедім ба, может мен андай істемедім ба деген сияқты. Өкініш қылқындырады дейсің. Өкініш қылқындырады. И когда он каждый раз, когда возвращается и чувствует сол өкінішті, ол ауыр болуы мүмкін да оған ше. Әртүрлі себептер бар. Бұл жерде ешкімді ақтауға байланысты әңгіме емес, бірақ егер әйелдердің тарапында неге ол келмейді деген нәрсеге байланысты, оказывается, сондай да жағы болады екен деген нәрсені жеткізгім келеді. Потому что андай. То есть ажырасқаннан кейін не үшін қайта келмейді деген. Неғып іздемейді, біз сонда керек емеспіз ба не деп кетеді ғой. Оказывается, сондай да бір ішкі себептер болады. Но по идее, возможно, он хочет қайтадан қосылуға, но слишком батылы жетпейді. То есть әйелі өзі барып сұраса, это нормально дегенге келтіріп тұрсын, получается, типа. Енді сұраса деген жағы ғана емес шығар. Бұл жерде бірінші барса деген сияқты. Может быть, ситуацияны шешуге байланысты, но андай. Сондай себепте бар екен, оказывается. Негізі біздің қоғам болу ғой негізі. Но в принципе мен қанша буткемп өттік қой негізі, 46 буткемп екен. Қазір примерно 13 мыңнан астам адам өткен ғой. Әке шешесіне ішкі конфликттері, претензиясы жоқ деген адам жоқ қой, в принципе ше. Потому что человек является продуктом культуры. А біздегі соңғы бір 100 жылдықтағы культура деген коллективная бессознательность. 100 жылдықтағы культура ол сондай немножко убивающий, психологически убивающий культура болды ғой енді. Отаршылықтан кейін, асаршылықтан кейін деген сияқты. Вот. И поэтому мне кажется, каждому нужно задуматься. Вообще Цепочканы үзу туралы ғой. Цепочканы үзу туралы. Бұл шеңберден, бұл шектеуден, бұл вакуумнан шығатын уақыт келді ау деп ше. Пора уже деп ше. Потому что, блин, 30 жыл мен 30 жыл даже қарым-қатынаста мамам қарашы. Мен мамам өмірін бәрін берді бізге ше. Өмірін бәрін берді. Сейчас она пожимает плоды. То есть қазір ана ол кісі прям кайфует. Вообще. Менің мамамнан бай адам жоқ ше, короче, бүткіл достарым арасында ше. Шетелге барған, умраға барған деген сияқты. То есть она кайфует от жизни максимально. Но ол өзін берді да. И өзін беру, ол өзінің таңдауы ғой. То есть она же выбирала вперед, типа, мен тағы да қарым-қатынас құрмаймын, мен чисто бала шағама оның таңдауы. Тонкий моменті де бар ғой бұл жерде. Оның басындағы өзінің убежденияларынан ғой енді. Бірақ за то, что она не сдалась и вырастила нас, Алла разы болсын, өте үлкен істеді. Потому что сол кісіге қарап, в целом сол кісіге қарап біз өстік қой, блин, оказывается, вот так можно жить деп ше. Сондықтан біз әлі күнге дейін анамызды алақанымызда ұстаймыз. Но мен өмір бақи мен адамдан да өмір бақи мен анамды қатты құрметтеймін. Анама бүткіл жағдай жасаймын. Анамен идеально қарым-қатынастамын деп ойлаған адаммын ғой. Түсіндің ба? То есть мен көрдім ғой, анам қиналған көрдім. Без мужа, без моего отца қиналған көрдім. И думал, я для нее буду все делать. Вот не только там материально, да, ол қарым-қатынас деңгейінде типа. Үнемі тыңдау, бойсыну, максимально махаббат беру, қолдау, жақсы көру жанды. Бәрін. И мен ойладым, перед мамой или с мамой у меня все идеально деп ше. Басқалар біздің менің анаммен қарым, ну что по нему анам мамам ойнаймын ғой кәдімгідей ше.
еркелетіп прикол ұстап кәдімгі сумен атысып кәдімгідей ше бутылкаға су құйып кәдімгідей ше ауылда да сөйтіп ойлаймын ғой и бәрі қарап қалатын да блин типа қандай күшті қарым қатынас деп ше именно бізде бәрі күшті ойлайтын но блин бір күні бүйтіп анау начинаю копаться бых шығады ғой ше ема офигеть өзіңе мойындамайтын шындықтар ма? иә өзіңе не то что мойындамайтын мойындауға дұқ жетпейді как так мен мамамның идеальный баласымын ғой қалай мойындаймын деп ше и бір күні в общем жазып бастаймын да короче техниканы ше жазып бастаймын и прикинь мынау шығады ғой мен короче 9 жастан бастап у меня очень неэкологичные отношения с противоположным полом то есть қыздармен қарым қатынас дұрыс емес добиваюсь кого-то анау маған қарағанша қызық қыз қарайды ғой бітті қызық емес қой бітті все уже типа и мен түсінбеймін мен жындымын ба аурумын ба ұнады ғой маған қыз неғып ұнамай қалды аяқ я же хочу еще типа экологичные отношения деп да мен басында бір картинка бар ғой типа анда бақыт отбасы деген жақсы но маған ұнамай қалды бірақ ше не істеймін и сөйтіп копаюсь а прикинь что вышло я хочу наказывать женщин деген шықты ғой из-за чего я хочу наказывать женщин потому что они предают они делают больно и олар саған больно істемей тұрып сен бірінші больно істеп тұрып контрзависимость сияқты иә и ол қайдан шыққан Интересно. қайдан шыққан короче мамам енді ауылда тұрамыз ол кезде ше мен кішкентаймын ғой 5 оқимын ба 4 оқимын ба мамам жас қой енді жас түр деген там не знаю в общем ауылдағы видный қыздардың бірі күйеуі жоқ тем более короче и она же самое главное имеет право на личные отношения правильно это же человек и бір күні үйге келемін үйде мамамның қасында и жаман ештеңе жоқ просто екеуі романтичный ужин ішіп отыр ғой үйде ше бір жігітпен ше үлкен кісімен енді ше күшті болып бес жауып қойған әдемі болып в общем ол екеуі отыр ғой ана мен көріп қаламын ана жерде жарыламын ғой ше іштей жарыламын ғой как будто менің мамам маған измена істеген сияқты да түсіндің ба мақтап кетті бізді иә меня предали вот все это сөз бірақ мамаға айта алмаймын барып ше и солай қалып қояды сонымен кетеді короче и анау іштегі непрожитые чувства ғой которые вовремя должны были прожиться бізде буткемпте солай айтатынмын нужно все время прожить чувства вовремя деп ше буткемпте из-за того что бұрынғы сезім уақытылы сезім шығармағаннан кейін буткемпке келеді бәрін сезім шығарады именно аламын да отрабатываю с мамой сразу отпускает и прикинь автоматически уже королева бола алсай ма қыздар королева хочется их уважать экологически не хочется их ранить короче түсінесің ба то есть уже андай басқаша қарап бастайсың да мейіріммен қарап бастайсың да сразу қарым қатынас уже экологичный все идеально все отлично и сондай айтамын да одна маленькая ситуация которую я еще забыл почему забыл потому что мне выгодно было забыть а почему выгодно было забыть потому что я же идеальный сын я же хотел для мамы быть идеальным сыном то есть одна маленькая деталь өмірімді біраз шайқағанда короче ше нарта сен ше Нартай арамыздағы бұл әжесінің баласы ғой әжесінің баласы сен де мен атам баласымын ну кемпір шалдың баласымыз ғой енді иә мен де ата апам баласымын сен де как это повлияло на тебя мысалға мен білемін сен жаңағы әжеңнің қайтыс болған кезіндегі ма иә или атаң қайтыс болған кезіндегі ма қаншалықты қиналғандығың деген сияқты мәселені ше сол жөнінде и ол ата анаңмен қарым қатынасқа байланысты қалай әсер етті если их жизни мен әжем баласы болдым жаңа өздеріңіз айтқанша әжем баласы болдым әжеммен бірге всегда тұрдым и ата анамен қарым қатынаста просто андай білмеймін бұрыннан біздің ата анамыз и әжем андай бір психологияны оқып тастаған адамдар сияқты болды да типа мен понимаю бір больно болады и сол больно болған нәрсені сразу бүйтіп есін жиғызып алады да типа бір нәрсе айтса ма и сразу соны объяснение беріп и короче сразу жаңағы бүйтіп проживать етіп тастаған сияқты болады ше типа ну не знаю сондай бір еске келмей жатыр да бір больно болған нәрселер деген сияқты ше но мен түсінемін что жаңағы әжем мен маманың арасында бір кейбір жаңағы кикілжіңдер болып қалады деген сияқты бірақ әжем всегда өсірді да что ол сенің мамаң
оны уважать ету керек. И мамам всегда өсірді, что әжені, ол әжен, оны уважать ету керек деген сияқты ше. И мен екі жақта жүретінмін постоянно. Бірақ самый больно болатын нәрсе, менде ауылға баратын кезде, Қызылордаға баратын кезде студент болып жүрмін ғой, сол кезде бірінші қайда барамын деген сұрақ болады миымда. Бірінші кімнің үйіне барамын? Анаған барсаң, әжем үйіне барамын ба, или маманың үйіне барамын, маманың үйіне барамын. Самый главный вопрос, и мен сол үшін Алматыға келдім оқуға, сол үшін мен жазда вообще ауылға бармайтын болдым. Потому что ол маған больно. Өйткені әже үйіне барсам, мамам күтіп отырады, мамаға барсам, әже күтіп отырады деген сияқты. Бірінші қайқа барамын. Мен сол үшін вообще бармай кеткенмін. Бірінші қай жаққа бармайсың алған кезде? Әже үйіне барамын бара или маманың үйіне барамын деп ойда. В итоге что делал? В итоге екі жаққа да барамын. Вообще бармайды. Кейде мына жаққа барамын, кейде мына жаққа барамын. бармайсың. Иә, в итоге бармаймын вообще. Бармай кеттім ғой, по идее. Ауыр. В итоге бармай кеттім реально. И солай болды, и қалай айтса болады? Ну, отношения әкемен шешемен всегда күшті болды. Ол әженің жаңағы несі деп ойлаймын. Қалай айтса болады? Көрегендігі и анамның жақсы тәрбие бергендігі деп ойлаймын. Чина, сенде ше? Мен кішкентайымнан мынандай не пайда болды менде? Выживание пайда болды, потому что конкуренция дейсіз? Да, конкуренция. Потому что мен үйде екіншімін, әпкем бар, туған әпкем бар. Екеуміз ата мен апаның қызы мен баласымыз. Нағашыларым жаққа барсам, ол кім баласысың деп сұрайды. Еще ру сұрайды бұл жақта. Қай елсің дейді, короче. Қай елсің там. Мен өзім тарақтымын, арғынмын. Нағаш жағым тама жабал, короче. И нағаш жағым барсам подкупает, короче. 5 теңге берем жабалмын деп айтты. Телефон әперем жабалмын деп айтты. Өз жағына келесің, мен балам дейді ата. Бүкіл тәтті сенікі атаның алдына келген кезде. Еще әпкем бар, әпкеммен конкуренция. Атаның вниманиясына. Мен балаң, сен балаң, кім жақсы көресің, әпкен жақсы көреді, мен жақсы көрем деген сияқты конкуренция бар да. И сондай конкуренция болды, не болды? Бірақтан соңына келген кезде мен где-то 6 жасымда ғой деймін. Толық түсіндім, болды. Мен іштей түсіндім, сыртқа айтқан жоқпын. Мен мамам папам баласын дедім. И оны әлің күнін мойнап аламын. Если что, на подкастымен апама көрсетпеңдер. Өзі ашып көремайды, ол явно біреу барып көрсетпесе. И примерно 5-6 жасымда осознал, что болды, мен кім баласы екенімді. И содан кейіннен бастап маған қатты больно болған жоқ, я просто конкурировал. Андай спортивный интерес болып бастады уже ше. Там вниманиені алу деген нәрсеге байланысты. И ата-анама қатты фокус бөлінген жоқ. Менің тарапымнан олардың вниманиясына қатты таласқан жоқпын, мұқтаждық болған жоқ, потому что олар и так беріп атты маған. И так жақсы көріп атты. 6 жасыма дейін мен үйде как единственный ребенок өмір сүрдім. Потому что әпкем атаның, апаның қолында тұрады постоянно, а мен мама папаның қасында жүрмін всегда. И вниманияға от души шомылдым да, олардан таршылық болған жоқ. А мен атаның вниманиясына қатты күрестім. И кейбір жерлерде жеңдім, кейбір жерлерде жеңілдім. И сол уақыттан бергі маған минусы деп айта алмаймын ол нәрсені. Маған наоборот плюсқа ойнады. Қазір там үлкен өмірге үйренем дегенше, өсем дегенше, сол конкуренцияның, сол берген қабілеттерді пайдалану арқылы қазір таңда сол сатуға ең бірінші қажетті қабілет қой конкуренция. Жақсы пайдалану. Мен өмірінде андай болған. Кішкентай кезімде мен сұрайын, сен өмірінде не болған? Мен өмірінде мен ата-апам баласы болғам. Апам әрқашанда сары дәуім келді деп мен олар айтқан, но сен әке-шешең, олар айтады, кемпір шалдың баласысың деген сияқты нәрсені, бірақ біз бөлек тұрамыз. Сол бөлек тұрған кездерде үйге барған кезде қай кезде келсем де всегда ет асадым. Кейбір кездері мектепке барамын, мектепке барып бастаған кезде ұнамай қалды бұл нәрсе. Кемпір шалдың баласысың ғой, екеуі өскесін деген сияқты автобусқа отырасың, үйге кетіп қаласың ғой. Автобусқа отырып үйге кетіп қалған кезде, ата-апаның үйге кетіп қалған кезде, ата-апа деген келді дейді. Сосын бір кезде мамазында бастайды, что там анау, келді ма деп, келді дейді, артына іздеп келеді. Сосын іздеп келген кезде енді маманың түрі білесің ғой, примерно қалай келетіндігін. Сосын келген кезде маманың, папаның, атаның, апаның арқасында отырасың. Сосын айттыңарға дейсің. Сосын нормальный болды, сосын бар үйге айтатын болдық қой. И ең қатты маған әсер еткен нәрселердің біреуі, ол кішкентай кезден бастап атам всегда бит алып жүретін. И бір тойға барған кезде, енді кезінде тойларда үйде істейді ғой. Мақтамен жас қойып деген сияқты ше. Сол кезде сіз сол тойларды көрдіңіз ба? Иә. Сол тойларға барған кезде былай столдың үстіне шығарады да, и апам, әжем бір тақпақтар әндер үйрететін. Сол тақпақпен әнді айтасың, и адамдар бит бұтыңа не кисең, шалбар киесің ба, шорты киесің ба, бүйтіп айналдырып ақша жасаған болады. Стриптизм. Жоқ, ән айтқаның үшін немесе тақпақ айтқаның үшін. Өнер ғой. И сөйтіп, соның арқасында, по идее, менің өмірімде андай нәрсе болған.
бірінші классқа барған кезде 1 қосу 1 тең 2 деп отырады ғой адамдар ше. Менің случайымда 8945 қосылған 2446 тең 11000 бір нәрсе деген сияқты нәрсені есептеп отырдым. Потому что кішкентай кезден бастап ақша есептеу үстінде. Бұны не үшін айтып отырмын? Потому что қазіргі кезде андай нәрсе бар ғой. Кемпір шалдың баласы болатын болса, онда ата-анасынан алыстап кетеді. Ата-анасына реніш пайда болады, ата-анасына типа қарсылықтар пайда болады деген сияқты. Әртүрлі жағдай, әркімде әртүрлі. Иә, осы жердегі тонкий грани и андай ғой енді. Менің ойымша ата-апаның баласы болса да, әке-шешең мынау сен случайында, мен случайындағы деген сияқты, чинаның случайында деген сияқты, әке-шешең мынау, осы сен жаңағы осылардан шыққансың, осылардың баласың деген сияқты нәрсені айтып қою керек па деп ойлаймын, потому что слишком қатты біз дейтін болса кейін айтқан тыңдамай кетеді ғой. Иә, мамасын мама деп айту керек, папасын папа деп айту керек, әжесін әже деп айту керек та. Көбісінде андай ғой, мама папасын аға жеңше деп айтады, болмаса атымен айтады ше. Ол өте қателікті негізінде ше. Ол содан кейін ғой пайда болатын, что оны полноценный мама деп айта алмайды. Просто мама деп айтпағаннан кейін ол по-любому андай жылылық болмайды мамаға деген, папаға деген жылылық. Жоқ, қабылдамау ғой, ол автоматически қабылдамау. Ол өте ауыр, мен өзім папамнан білемін, потому что менің папам мамасы мен папасына аға тәте деп өсті, и мен есім білгенде солай айтатын. И бір күні мен сұрағам, неге аға тәте дейсіз? Мама папам ғой вроде деген сияқты. Мен ата мен апаңды осыны айтып отырсың, вроде мама папаң осы кісілер емес па дедім, короче. Сөйтсем, мен апам баласы өскеннен кейін кішкентайымнан сөйтіп үйреніп кеткем. Бірақтан Құдай көріп тұр ғой. И мен біліп тұрмын ғой кімнің баласы екенін. Сондықтан кім деп айтуымда маңызды емес. Мен главное оларды жақсы көремін ғой деді да. И после этого все понял деді. Қыздардың случайында просто әшейін әке-шешенің тарапынан, білмеймін, папаның тарапынан ба, или маманың тарапынан ба, мен сені жақсы көрем деген сөзді естімегендігінің кесірінен, әшейін сол сөзді, қарапайым сөз ғой енді, естімегендігінің кесірінен өмірі астан кестең болған моменттер бар ғой. Осы жерде маңызды нәрсе ше, например, біз ғой, мысалы, қазір подкаст қараймыз, психологқа барамыз дейді, буткемпқа барамыз десек, но у них-то всего этого не было, и, возможно, олар жақсы көремін деп айта алмайды. Әрқайсының өзінің тілі бар дейсің ғой. Иә, тілі бар, короче, ше. И қазанда, типа, осы проблема осыдан шығып жатыр дегеннен кейін, ойлай қалуы мүмкін да көрермендер, типа, маған айтпады, и-то они виноваты деп. Из-за этого я страдаю деп. Я. То есть, опять же, тут важно понимать, что страдать выбираем всегда мы сами. Жоқ, бұл жердегі жеткізген тұрсын мынандай ғой. Иә, сол адам ашып ше, ұстап ше. Адам атасын, әке-шешесін деп айтайыншы, ата-анасының махаббатын алу үшін мы же все нуждаемся в любви, мы же все нуждаемся в поддержке, әсіресе әке-шешеміздің. И сол нәрсені аламын деп, ол тауға барады ғой, набеттен ше. Ол бизнес ашады, қадалады, ажырасу мүмкін, иә. А можно было просто бар, мама, жоқ, бұл жерден дұры, типа, алу емес, мен көп көремін сол нәрсені ше, в основном те люди, которые сами ожидают от своих родителей признания в любви, они сами не признают. Менің случайымда ғой, тура ше, тура сол, прям 100% солай болған ғой. Не ексең, соны орасың ғой, короче. Иә, мен пасын айтамын ғой, мен андай болғанда, мен 1,5 жастан бастап әкесіз өстім, и мен түрім әкеме ұқсайды да. Мен нағашыларым қолында өстім ғой. Изгой болдым. Изгой қызуға түрім. Автоматически, то есть нағашыларың көзінде сен әкең енді абырой жоққа соғуға тышып, потому что он развелся, бросил детей, мынау, короче. И прикинь. И так көп жағдайда, там, бәрі емес, опять, бәрі нағашым емес, бірақ көбісі айтады, әкең үйтті ғой деген сияқты ше. И потом айтады еще, әкең тауып аласың, әкеңе ұқсағасың ғой деп ше. Сен кетесің бәрі деп па? Иә, бәрі тауып аласың сен, бәрі ұқсайды. То есть, изначально сенің әке туралы ойың быт болып жатыр. Еще потом сен соған теңейді, короче ше. То есть, там дажым ғой жесткий ше. Бәлә, мен ойлайтын ғой, мен на әлемде ешкімге керек емеспін деп ше. Я чужой в этом мире деп ше. То есть, отец не признает, там, братья свои не признают, я чужой деп ойлайтын ғой. Как будто не признают меня как своим братом, короче. И мен есейгелі, короче, айтамын ғой, я получу у всех у вас признание. И тап едім, короче, тап едім. 2 миллионмен тойға баратын кездерің. Иә. Жұмыс жасаймын. Короче, жұмыс жасаймын и получаю признание уже от родственников, типа, о, бақытбай деп ше, типа, красавчик деп. И представляешь, жеткіліксіз маған ол.
жетпейді маған кәдімгідей ше, не то. Вот этот мен ішімдегі пустотаны ол толтырмайды. Искусственный нәрсемен толтыра тырысасың ғой. Иә, и нифига себе болмайды деймін да мен дальше, короче. Думаю, как раз личностный рост оқып бастаған кезім. Признание от отца нужен деймін ғой. Сөйтемін де әкем басын тауып барам қошым ше, туысқандарды тауып аламын сол жақтағы, әкем жақтан ше, басын тауып барам. Алғашқы машина алған кезім Nissan Safira праворульный, короче, объем 2-2 метр, 3-2 метр, сондай ұмытып қалдым уже. Барам, короче, мәзбін ше. Әкем басына барам, жылап тұрмын. Бірақ плачу не от того, что типа мне больно или обидно или скучаю, да. Пап, қарашы, я и без тебя справился деп ше. Типа, бля, негізі тупой әңгіме ғой, негізі ше, тасқа келіп айтып тұрсың ғой, по идее ше. Но сонда да айтып тұрсың да? Иә, абсурд ғой негізі ше, бірақ ішімде солай айтып тұрмын да. Пап, смотри, я и без тебя справился деп ше. Мен қазір ойласам кәдімгі ұяламын ше. И сөйтіп, короче, ақыры якобы получаю признание от мертвого отца. Алматыға келем. Вроде бы нормально кішкене іштей ше. Но через некоторое время ощущение пустоты, как будто я никому не нужен, короче, ше. Как будто меня никто не признает в этом мире человеком или там любимым. Именно жинам, короче, почему не так, почему так. И в итоге, 30 жасыма келген кезде, у меня просыпается одно чувство. Чувство тоска по отцу. Прикинь, кешке үйде отырмын, и я начинаю скучать. Блин, нереально қатты сағынып бастаймын ғой. Папам сағынып кеттім, көргім келеді, хочу сказать, что я скучаю деп ше. Бірақ тәкаппарлық жүрмейді ғой. Какого черта сен деген жаңағындай бізді қарамадың, етпедің, бізді тастап кеттің. Какого черта я должен по тебе скучать деп ше. Обида жүрмей тұр. Иә, обида жүрмей тұр. Логика жүрмей тұр енді. И түнімен, короче, арып қалып сезім жегеді. И мен таңертең тұрамын, машинаны аламын да, 30 жасымда ғой. Очаралға басам ғой. Очаралда Бескел деген жер тұрады. Бескел деген жерде әкем тұрған, сол жақта жатыр. Жер аты сол жерде. И сөйтіп, сол ауылда ағам тұрады да, әкемнің анасы. Сол әкемнің анасын барып үйінен алып шығамын, тамағын ішіп, жер аты басына барамыз деп. Сөйтіп, жолдан менің әкем мен анам тұрған үйге барамыз ғой. Үйге барамыз да. И ауылдағы үйлесің ғой, жер үй, потом алтында навес болады, обязательно клет болады, короче, клетпен үйдің навес болады, короче. Күндіз үйде шылайын жүретін болады. Соған түсіп проходқа кіріп бардым ғой. Кіріп қалған кезде, мына жерім бейт, жыбырлайды да, деп ше. Мен түсінбеймін, не болып жатыр, жынды ма, андай паутиналар түсіп кетті ма деп ше. Түсінбеймін ғой, короче. Потом тағы бір қарам істеген кезде, как будто в прошлое попал, прикинь. Анау жерде мен есіме түседі да, менің мамам мені қолына ұстап тұр бүйтіп ше. Маған кәдімгі жылағым келіп жатқан ше. Мамам қолына ұстап тұр да, короче, әкем келіп мен қолына алып бүйтіп ұстап, жаным, бақонтайым, бақожым деп бетіне сүйген кезде, әкемнің сақалын мұрты мен бетіме тиіп жатыр да, короче. И ана мен, вот я взрослым это ощущаю, прикинь. Ана жерде отырағап жылаймын ғой. Еңіреп жылаймын, блин. Өкініп жылаймын да. Я всю жизнь искал признание от родственников, от общества, от мира. И думал даже от отца. И я думал, признание, типа, молодец, ты все. Оказывается, мне нужно было всю жизнь признание от отца. Какое признание? Признание в любви, прикинь. Сені жақсы көрем деген бірау сөзі. Ең сорақысы, білесіңдер ма не? Вот это признание у меня было, прикинь. Менде бар еді ғой ол. Мен ғой ұмытып қалған өкпенің, Адиданың, логиканың арасында мен ғой ұмытып қалған. Прикинь, И ең сорақысы, мені қинап атқан сезімдер одан күткен нәрсе емес. Мен оған айтқым келгені екен да. Папа, мен сені жақсы көрем ғой, папа, мен сені сағындым деп. То есть, мені өртеп атқан, менің ішімде пустота сияқты отқан нәрсе,
ол менің сезімдерім екен да, оған бергім келетін ше. А мен оған бермедім, потому что я думал, что он меня не любил. А он меня любил сколько? То есть столько, сколько смог. Қанша уақыт оған возможность берді, сонша уақыт ол жақсы көрді. Одан кейін оның басына іс салып алып қойды да мен одан ше. Ана жерде кәдімгідей ше. Сосын сразу шықтым да зират басына барып вообще маңырадым. бір жарым сағат зират басында отырып, мен әкемнің тасына қарап отырып, жылап, еңіреп, признавался в любви. Сондықтан, құрметті көрермендер, если сіздердің әкелеріңіз тірі болатын болса, если хоть какая-то обида у вас болатын болса, поверьте, по сравнению с смертью, эта обида ничего не стоит. Просто қазір просто. Мамаң болсын, әкең болсын. Звондавайчы, мен сені жақсы көремін деп айтшы. Просто айтшы. Потому что мен тасқа айттым да. И сіздерде возможность бар ғой. Просто қазір звондады айтты. Пап, мам, жаным, жандарым менің. Жігітіңе қызың айтасың ғой, натуриші. Басында по идее былай айтып алу керек сияқты. Мама, папа, мен өлейін деп отқан жоқпын. Иә, бәрі нормально. Бәрі нормально, уайымдама деп айтып алыңыздар, потому что ондай нәрселер естімеген ғой. Айтасыздар, просто айтшы. Пап, мам, я вас очень сильно люблю, и я благодарен. И за что ты благодарен? За что ты любишь, и за что ты благодарен. Просто максимально. Он мен тоқтамайчы. Блин, кайфанешь. Бір, екіншісі, ты успеешь. Я не успел. Реально, я тоже. Ержан тоже не успел. Мен тала қасында балдар қыздар бар, которые не успели. И сендер просто ойлайсыңдар да, как будто они живут вечно, да? Как будто бүгін өлмейді. Пока что өлмейтін сияқты болып тұрады да ол ше. Но это фигня. Өлген кезде сен дайын болмай қаласың да. Поэтому срочно. Егер прям не получается, буткемпқа кел болды. Төменде ссылка бар. Иә. Папаға не айтсайын. Мен де папамды қатты жақсы көремін. Мен кемпір шалдың баласы болатын болсам да, папамды қатты жақсы көремін. И папаны мен диванда жатады, осы диванда жатқан кезде үстіне бүйтіп аяғымды қойып құшақтап жататын. Папам менен де үлкен болған, 2 метр болған деп айттым бағана. И бір күні, короче, енді менің өмірімде папамды жақсы көрсем де 14 жасымда қайтыс болды, бірақ өмірімде бір ретте папа, мен сені жақсы көремін деп айтпағым ғой. И осы ситуацияға байланысты 2024 жылы папамның орнына папа болған көкем бар. Көкелерім көп негізі. Папам ағасы бар. И бір күні жаңағы чувство ғой, короче. Мешітте отырым. И сол көкеге жаңағыдай рахмет айтуым керек. Оны жақсы көретін айтуым керек. Жиірмейді, короче. Өзімен өзі отырам. И жиірмейді. Дың ішіне ойнап тұр. Осылай отырам да арқамды стенаға тіреп жазып отырмын. Соны жазып отырған кезде бәрін жазып, мынанша сообщение жазам. И ең соңындағы айтқан нәрсем мынандай болды да. Көке, мен папаға мен сізді жақсы көремін деп айтып үлгерген жоқпын. 14 жыл өмір сүрсек менімен бірге. Но мен сізге айтып үлгергім келеді. Біліп жүріңізші, что мен сізді жақсы көремін деймін ғой. Мен мынанша сообщение жазамын басында. Жіберем и бетіне, сол не істеп жатқан кезде, жазып жатқан кезде өзім өкіріп жылап отырмын. Мешітте адамдар енді ойланса, ойбай, не деген тақуа деп. И сонымен, короче, жазам, бетіне қарап отырмын. Мен оқитын шығар деп. Сосын сразу барып, сосын сразу оқиды. Не жауап береді екен қарап отырмын. И 20 минут өтті, 20 минут бетіне қарап отырмын ғой. И 20 минуттан кейін барып, просто ашық сөз. Бауырым аман болшы. Бірақ сол бауырым аман болшы деген ішінде барлығы болды да, кәдімгідей. Мен сен үшін до конца барамын. Мен одан бедерек жоқ. Это нереально, просто ема. Ну, бағанағыдай ғой, қыздар, жігіттер, енді біз үлкендерге ешқандай бір ақыл айта алмаймыз ғой. Но если сіздердің жақындарыңыз, ата-аналарыңыз қастарыңызда болатын болса, нужно успеть. Шынымен де нужно успеть, потому что если ты не успеешь, онда ертең өкінесің да. Сосын нәрсе бар да, ата-анаға қатысты. Возможно, сен айта алмайтын, сен мойындалмайтын нәрселер бар. И ол нәрсе сенің өміріңе өте қатты әсер етуі мүмкін. Мен бір-екі мысал айтайын. Те люди, которые были у меня на личном разборе, солардың историясы. Анонимно кім екенін айтпаймын. Да, кішкене искажение болуы мүмкін, там локацияға байланысты деген сияқты, атына байланысты. Короче, бір күні маған разборға эскортница келеді. Эскортница, но это упаковано как, типа, менің спонсорым бар деген сияқты упаковано ғой енді. Типа, бір-екі спонсор болуы мүмкін, который с кем спит, женщина, да, и этом зарабатывает на деньги. Но түріне қарасаң, өте әдемі. Кәдімгідей андай әнші болатын, актриса болатын қыз да. То есть талант деген былай. То есть она может играть на крутых ролях,
Да, она может петь, она может танцевать, она может заниматься бизнесом. Там мектептердің бәрін алтынға өтірген. Крутая во всех смыслах этого слова. Да, да. Даже эскортница крутая, да. И разбор келеді, короче. Разборды білесің ғой, бізден разбор ведь. Психолог сияқты, ты білесің, короче. Мы сразу про правду, короче. Мы если ощущаем, что там человек говорит, мы говорим, заебал, өтірік алдамашы да. Жертв етеді. Иә, вот. Жап аузында. И я сижу, слушаю, говорю, что-то ты мне врешь, короче, что-то сен маған вот это айтыватсың, короче, не то. И вот она выдыхает, шығарады, типа, вот, у меня есть спонсор, упакованный эскортница. И начинаем копать не үшін деген сұрақ қой, прикинь, там пипец, ема, вообще пипец. Короче, ол кішкентай кезінде, то ли 4 жасында, жоқ, 4-ші класста ма, сондай, короче, ше. Әкесінің, қыздың үйдің по-моему жалғыз қыз, короче. Қыздың әкесінің інісі ма біреу қайтыс болады да. И інісінің қайтыс болған, жаңағы інісінің әйелі көтере алмай ішіп кетеді. И сол інісінен бір-екі бала қалады, екі бала қалады, короче. Екі бала жаңағы қыздың кішкентай ғой енді. Қалады. И әкесі жаңағы бауырын балаларға да қалмасын деп үйін алып келеді ғой. Сол 4-ші жасында ма или 14 жасында ма сондай үшін. Иә. Алып келеді. И оған дейін, короче, ана қыз деген пианино ойнайды, домбыра ойнайды, таланттарында раскрывается, все классно, все идеально, там, самая любимая дочь. И ана екі баланы алып келеді да, әкесі ойлайды ғой енді. Мен қазір мына екі балаға внимание бөлмесем, бұны әкесі өлді, шешесі шығып кетті, болмайды деп ше. И өзінің қызынан қарағанда екі балаға көбірек внимание бөледі да. Сол кезде қыз не ойлайды? Я стал не нужным деп ойлайды ғой. Түсіндің ба? И хочется внимания отца, признания отца. И не сидит, короче. Бір байқалады, что бес алып келсем, папа говорит, молодец, шан, менің қызым алтын ғой деп ше. И оно соны түсініп алады. То есть психика ребенка понимает, что мен егер күшті бірдеңе істесем, отличница болсам, меня любит деп ше. За что, короче? Тапиды, короче. Алтын медаль, красный диплом. Нифиговая компания жұмысқа тұрады, короче ше. Бірақ айлығы жетпейді. И хочет, то есть ол уже андай типа жұмысқа тұрды, папасы жұмысқа тұрған үшін білет күштеп айтты ғой. Жұмысқа тұрды, менің қызым молодец деп айтты, но не может папа постоянно айта алмайды ғой, көрдің ба? Бір рет айтты. Айтты, иә. И она хочет еще больше. И папасына қымбат сыйлық істегісі келеді да. Машина алып бергісі келеді деген сияқты, например, ше. А оған ақша жетпейді. Ақша жетпейді ғой, айлық жетпейді ғой. Сосын барады, начинает делать делевые в компании. Сөйтіп ұсталады ғой. Ұсталады да, под статью ее увольняют. Но про это увольнение ол айта алмайды әкесіне. Потому что она научилась получать любовь только за счет достижений. Түсіндің ба? Егер мен не то бірдеңе істеп қоятын болсам, әкем алдында чортпын. Мен дәстүр бермей қалады, короче. И алады да, короче, увольняется, переезжает в другой город, там живет с подружкой, якобы таңертең тұрып жұмысқа барады, кешке мысан келеді. Бірақ жұмысқа алмайды, таңертең тұрып кафеге отырады да, кешке қайтып келеді. Кешке по пути бір-екі адресқа кіріп шығады да. Эскортница болып ше. Рядом зарабатывает на жизнь, и папаға типа, папа менде бәрі жақсы жұмыс істеп ше. И сөйтіп, енді анау каждый раз, когда как бы спит с мужчиной, тем более за деньги, она же чувствует себя виноватым. И еще больше қадалады, короче. И уже вообще бітті. И енді қара, ол өзінің ақшаға сатқаны үшін кінәлі отыр ғой. Иә. Она начинает еще больше себя наказывать. Я заслуживаю это деп, начинается вот психологические, физические проблемы, материальные проблемы. То есть өзін кінәлі сезінгеннен кейін қинап бастайды. Наказание жасап бастайды, короче. И в итоге самое интересное, білесің бе, что? Разве это мой, блядь, самое простое тебе просто сказать папе, что вот у тебя проблемы, признаться просто все. И мен не признавался, потому что боялась, что ты меня разлюбишь. Шынын айтшы просто. И көзім сезінді, папа, осылай, короче, мен уже почти 1-2 жыл уақыт болды, жұмыс жасамаймын, ақшам жоқ, или как выживаю, живу с подружкой, вот полная херня, короче. Мен саған бір айтамадым, потому что сенің алдында, егер мен бір минусым болып қалса. Иә, минусым болып қалса, или бір қадалып қалсам, онда сен мені жақсы көрмей қаласың деп ойладым, а өйтіп, потому что нәрселер болды деп айтып берді ғой бірінші. Папасы тұрып, доча, ты не парься, я же все это знаю, дейді ғой, прикинь. И прикинь, на, папа салып, квартира алып бере салды, короче. Сол қалады, квартира алып бере салды. Я же просто ждал,
когда сен түсінесің деп күттім ғой дейді да. Ұялып бере салады ғой, прикинь, офигеть. И анау жылап жатыр да. Сонда можно было, оказывается, можно было просто перед отцом, можно было быть девочкой. Бір 5 минуттық разговор ғой, короче, сондай. Иә, прикинь, өмір бақи өзін қинап келген ғой, понимаешь? Иә. Ну, тура сондай ситуация, например, кезінде бір әйелмен тоже сондай не істейміз, консультацияға келген сөйлесеміз. И сөйлескен кезде былай айтады, она очень хорошо зарабатывает, 15 миллион ай сайын стабильно тауып тұрады, строительный компания, ну, строительный заттар сататын компаниясы бар. И сөйтті, стройматериалдар, иә. Сөйтті, ол не алады ғой, 200 алады, новый, салоннан. И сол 200-каны алған кезде ауылына барады да, әкесінің туған күні ма, туысқандармен жиналып отыр, короче, барлығы туысы бәрі келеді ғой үйіне. И келген кезде ол үйіне келіп 200-мен қояды машинаны, шығады ішінен, и қарама-қарсылықтан папасы, короче, Toyota Карина емен келе жатыр ғой. И сөйтіп Toyota Карина емен келе жатқан кезде папасын көреді да, тұрады ғой, ё-майо, мен не істеп қойдым дейді ғой. Неге мен осыны алдым, а папам мынандай машинамен жүр. Мен бұндай нәрсеге жасамауым керек еді ғой, мен папамнан кінәлімін ғой, мен оған беруім керек еді ғой дейді ғой. Өзін жек кетеді. И сөйтті, үйге кіреді, вроде бы бәрі тойлап жатыр, анау отыр, мынау отыр. И сол нәрсе болып жатқан кезде она ощущает такую, не деп айтады оны, такое чувство вины, что мына нәрсені құрту керек дейді. И сөйтеді, ана машинаны ең соңында ақыры сатады, бизнесі құлдырайды, өзі беспонтовый болады, короче, минусқа кіріп кетеді, қарсы. Toyota Карина еға келеді ғой, короче. Иә, и в конечном итоге просто андай болды да идеясы. Сол кезде папасын айтсау көреді ғой. Папа, мен осы машинаны алдым. И өзімді нереально қатты кінәлі сезініп тұрмын, осыны алған үшін. Сен мына машинайды жүрсің ғой деген ше. А папасы айтады ғой, айналайын қызым, сен осылай бақытты болып, өсіп өніп жүрсең машинасына біз тек қана қуаныштымыз, болды, өсіп өне бер десе болды, бірақ сөз ғой. Но соны айтпады, естімеді, болды, ары қарай минус көріп кетті. Жаңағы қыздың потом папасына мойындады ғой, папасы квартира алып берді. Мәселелерін бәрін шешіп берді. И прикинь, у нее ол қызда, то есть доказывает отцу свою значимость, что она любима деген нәрсе жоғалды ғой. Иә. Потребность быть эскортницей перестала. Жоғалып кетті да. Автоматически ол қыз өзінің сүйіктісімен айналысып бастады. Прикинь. Неше түрлі предложение. Өзінің сүйіктісімен ақша бастайды да, айтады маған. Бля, оказывается, типа өзінің сүйіктісімен ақша тапқан әлдеқайда, типа кайфовый екен, и намного больше можно зарабатывать деньги дейді. И мен айтамын всегда, большие деньги, үлкен ақша, ол тек қана сүйіктісімен келеді. Ал сүйіктісің болу үшін сен бірінші өзіңді қабылдап тотально жақсы көре алу үшін. Өзіңді қабылдап жақсы көре алу үшін ата-анаңды қабылдап жақсы көре алу үшін. Сосын жаңағы сен айтқан ғой, типа бір ауыз сөз деп ше, ана ағаның бір ауыз сөз ше. Мен әкемнен лично естімедім, но реально иногда одно слово меняет всю жизнь. Особенно это касается, если касается родителей. Жаңа әкем теманы айттым ғой, енді продолжаем. Про маму негізі отдельная там целая история, оған бөлек істеу керек жұмыс ше, эфир ше. Сегодня про отца расскажу. Андай болады да. Жаңа әкемді қабылдадым, соны айтпасам короче ше. А мен әкем суицидтан қайтыс болған да. И мен, короче, айтамын ғой енді, зерттеймін, короче, типа, папа умер, я хочу, типа, ну, в будущем, ана өмірде сонымен жолыққым келеді. И самый идеальный вариант ол жұмақта жолығу да. И мен айтамын, жұмаққа бару үшін мен бәрін, әкем де мен де жұмаққа бару үшін мен бәрін істеймін. Жаңда, там 4 күндік буткемпті тегін істеймін халыққа, там қаншама там садақа жасаймын. Максимально қолына келген бәрін істеймін деп ше. И пиерім қошым ше. 23-тен бастап, 23-те принял отца, 23-тен бастап, 24-тен басынан не? 24-тен басынан пиерім отырдырдырдырды, вообще андай энергия деген ұрып тұрып пиерім. 24-тің басында естеймін ғой. Орт басынан март па, апрель басында естеймін ғой. Қайдағы жұмақ? Өз-өзін өлтірген адам, не то что жұмақ, оның ғана шықпайды ғой деген естеймін мен. Сынамын ғой. Апрель ғой. Апрель, пух, сынамын ғой, ема, типа. И қайта менде ішінде папаға обида пайда болады да. Типа, неужели сен вообще шанс қалдырмадың деген сияқты ше? То есть, настолько сен мені көргің келмедің ба деген сияқты ше? Обида бух ұрады, сосын мен айтамын, ладно, не істеймін, обидамен жүремін ба? Прорабатываю, нормально облегчает, бірақ менде бүткіл смысл жизни кетіп қалады да. Зачем мне это все нужно делать, если в итоге мен онымен көріспей қалуым мүмкін? А то ұзаққа мен барғым келмейді.
Я по-любому буду стремиться к краю, короче. А ол тозақилді уже как бы, ну, я решаю в голове, да. И сөйтіп 2 буткемп өткіземін, 3-ші буткемптен кейін 36-ші буткемп қараш. Соңғы буткемп осыдан қоямын деймін ғой, короче. Мағына жоқ. Иә, мағына жоқ қой, потому что буткемп ол как бы маркетингпен алатын болсақ, бизнеспен алатын болсақ, ол особо невыгодный продукт, потому что шығын. Бір буткемпке қанша құратамыз біз? 12 миллион. 12 миллион минимум ол ше. Минимум 12 миллион құратамыз бір буткемпқа. А сен представь, біз оны ай сайын істейміз. То есть еще плюс, например, буткемпті адамдар келеді, базар жоқ, буткемпқа келіп фокусты алады, довольны, все классно. Бірақ фокустың да біз асоға ашытып таппаймыз ғой. Потому что фокуста түскен выручканы буткемптің шығын төлейміз. Кім бізге келіп төлеп береді буткемптің шығын 12 миллион деген минимум. Еще қалған ақшаны біз годовое обслуживание бар. То есть әрқайсысына индивидуальный наставник береміз, там ай сайын школада хакатон бар, спикерлар бар, выездар бар, там дофига бар там ше. Там апта сайын Zoom бар, Zoom'ның подпискасының өзі айында там $5 почти, да. Zoom'да жатқан эксперттердің айлығы бар. А там не простые эксперты, серьезные эксперты, олар мынандай ақша отырмайды, олар сен ақша отырады деген сияқты ғой. И в принципе, ояқтан тоже особо ақша қалмайды да. И невыгодно продавать фокусты через буткемп. Шығын, то есть, ну, роми өте аз. И маған айтады, типа, зачем ты, типа, буткемп делаешь бесплатно? Сделай платный, бұрынғыда 120 теңге алса деп ше. А мен тегін қылдым, потому что имел же мотивацию с отцом деп ше, ради отца деген жақсы. А теперь ол жоғалды ғой. Мен айттым, все, буткемп, последний 36-шы буткемп деп ше. И прикинь, что происходит. 36-шы буткемп 4-ші күн. 3 күн уже өттік. 3 күнде уже колоссальный өзгеріс адамдарда. 4-ші күн таңертең келеміз. Мен сұраймын ғой, типа, что там, какие результаты деп ше. Бір айтып жатыр, анау дейді, мынау дейді, типа, күшті болды. Біреу там ажырасқам, 7 жыл болған қайтып қосылдым дейді. Біреу айтады, мен исламда емес едім, ислам қабылдадым дейді. Біреу там атеист болдым, атеисті қабылдадым. Біреу жаңағыдай там өз аяғымен жүріп жатқандар бар, балдақ. Иә, өз аяғымен жүріп кеттім дегендер бар. То есть көп айтады, типа. Біреу мен өмірі ауру болды дейсіз дейді. Жоқ вообще не чувствую дейді, прикинь. Біреулер болады, мен қарызым бір күнде 15 миллион қарызым жабылды деген сияқты ше. И бір бала қоймайды да бүйтіп ше. Бүйткен кезде бүйтіп. Осы бүйтпей олшы. Қол дірілеп барып. Бүйтпейді, короче, ондай странный поведение, короче, как будто қоқып тұрған сияқты, короче, ше. Как будто шегіп алған сияқты. И мен анаған бергім келмей тұр да, короче, бірақ қоймайды ол ше. Түрден сәл вахабист ау ма, тұрсындай Сақал бар. Иә, сақал бар үлкен андай ше, короче. Ладно, берем да. Бақытбай мырза, мен нәтижем нереально крутой дейді да. Не болды деймін ғой. Мен кеше осы жерден қайтқан кезде қатты фокусқа кіргім келді дейді да. Менде бір мүмкіндік болған жоқ дейді. И мен дейді, кішкене жүрмін дейді да. Отырамын, дұға жасаймын дейді, прикинь. То есть үйінен не той бармын ғой. 40 минут па, 1 сағат па жүріп барған. 5-10 метр жүреді да. Отырады, дұға жасайды. Я Рабби, я Аллахым, сен көріп тұрсың ғой, мен не қалайтынымды. Мен кіргім келіп жатыр фокусқа, бірақ менде ақша жоқ. Пожалуйста, көмектесші маған деп ше. Мен мыналардың қасында болғым келеді деп ше. Үйіне дейін каждый там 10-15 метров, прикинь, он жүреді, отырады, дұға жасайды. Үйдіп барған ғой. Үйіне барып 40 минут ұйықтайды да, қайтып айтып кетеді. 40 минутта сол көрген түсініп тұр да. Түс көрмейді. И десем, түсінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көрмейді да. Мен тұрып іштен, бля, қоймашынақшы. Типа, пайғамбар саллаллаху алейхи сен түсін не істеп жүр деп ше. Ладно, и что деймін? Айтайды да, пайғамбар маған қарап тұрды да, бет саусағымен былай көрсетті дейді. Ана жаққа қарап едім, ана жақта сіздің әкеңіз ат-тахият күйінде дейді. Ат-тахият күйін білесің ғой, намазда тұрған кезде ше, ат-тахият оқитын кезде ше. Отырады. Иә, сондай күйде отыр дейді да. Мен ей деймін ғой. Сан пайғамбар дейді, сіз әкеңіз қарай көрсетіп тұрған Бақытбайға айт, оның әкесі жаннаттық бар деп айтты дейді да. А мен запросым еді ғой, бля, мен әкем типа, вообще не то что жаннат ол топа асылып қалды ғой деген сияқты ше. Сөйтіп ана жерде мен тұрмын ғой. Қумашжындысың ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи менің атымды қайдан біледі оның? Типа, мен қайда? Пайғамбар саллаллаху алейхи қайда? Вообще типа, ну. Пайғамбарымыздың атын аузына түспек түгілі мен ойына түспейтін адаммын ғой деп ше. Қойыптым ғой, вообще недостойын деп ше. Сенбей тұрмын, короче ше. Сенбей тұрмын. И он дальше продолжает говорить. Сосын әкеңізге қарадым дейді. Әкеңізге қарадым. Әкеңіз қарап, менің бақуанды, бля, осы әңгіме айтсам болды, мен жылағым келеді. Айттым басқа тақырып таңдайық деп. Менің бақуантайыма айтып баршы.
сол үшін мен атаға деген очки болдым ғой, жылаймын ғой, біліп алдым ғой. Көзім ашылады кәдімгідей ше мен. Менің бақонтайыма айтып баршы, істеп жатқан ісін жалғастыра берсін деп айтты дейді да. Менің ойым ешкім білмейді прикинь. Менің ойымда ғана 36-шы өткем соңғы өткем деген. Менің бақонтайым айтып баршы деген кезде мен ана жерде тұрған жерімнен кәдімгідей как будто рухым шыққандай болды, короче, жоқ болып кетіп қалған жерде. Неге білесің ба? Әкем мені бақонтайым деп айтқанын мен және менің анам ғана біледі ғой. Басқа ешкім білмейді прикинь. Туған інім білмейді, ешкім білмейді прикинь. Ана жерде мен тыз етіп миым істемей қалды, бля, мынау қайдан біледі оны деп ше. Мынау не айтып тұр деп ше. Шокпын ғой, не болып кетті деп ше. Сахнадан шығамын, жылаймын деп шықпай қоймын сахнаға шығамын. 2 сағат жылаймын, 2 сағат шығамын, көзім түсіп кеткен. Ана бала сразу сол күні өтіп қоя. Сол күні міне саған родной, сен маған, мен уже содан кейін сендім да. Өйткені бақонтай деп айтқанын мен білемін. Өйткені әкем мен 7 оқып жүрген қайтыс болды. Қайтыс болған кезде анам айтқаны бір рет қана. Прикинь, мен 7 оқып жүрген кезде бір қайтқан. Жаттап қалған ғой, прикинь, әкеме деген сезіммен. Әкең деген негізі жақсы адам еді ғой, сені бақонтайым деп еркелетуші еді ғой деп бір рет айтқан. Екіншісі мен жаңа ғана ауылға барған кезде есіме түсіп айттым ғой. Сол кезде қолыма көтеріп жаным бақонтайым бетім түскен бар да. То есть осы екі ғана айтты. Мен білем, анам біледі, болды. Басқа ешкім білмейді, прикинь. Ана жерде жылаймын ғой мен. Сөйтіп сол күні сразу біздің Фоксқа қосылуға чек үлкен ғой бізде. Сертификат тегін 1 жылға дос жасаған бизнес клубқа, екіншісі умраға жолыма жүрмін да. И вроде қарап тұрсаң, ол жігіт андай бір тақуалығы жоқ, көріп келген ештеңе жоқ. Просто түсіне кіргенде, пәрматасына кіргенде, и сол хабар естіген. Содан бастап әлі күнге дейін сол сәл тоқтамай қалып кетірмін. Үміт, еще мен мысалға да, менің әкемнің, возможно, ол өтірік болуы мүмкін еще ше. Аллах мәлім ғой, негізі білмейсің ғой ол. Білмейміз, Үміт. Бірақ Нұрлыжай, сіздің әкеңіз бақонтайым деп айтты деген, бақонтайым мына ісін жалғастырысыншы деп айтты деген сөзі, ол маған кәдімгідей күш беріп қойды да. Прикинь, күш беріп қойды, прикинь. Бұл әңгіменің бәрі негізі тоқтатқанда ғой. Ата-анам мен қарым-қатынас ол екі жақты емес, ол сенің қарым-қатынасың, және сенің ішкі ата-анаға көзқарасың. И осы жерде негізі көп мәселе бар, который нужно проработать. Супер важный нәрсе. Біз төртеуміз де кәдімгідей осы нәрсемен үздіксіз жұмыс жасаймыз, и ол өте маңызды нәрсе. Я вам советую, өміріңізде қарым-қатынаста бақытты болуда, өзіңізге деген махаббатта, адамдарға деген махаббатта, немесе жаңағындай самореализация, карьера, бизнеста проблема болатын болса, хотя бы өміріңізде бір рет сосы ата-ана тақырыбын зерттеп, болмаса біздің машине бойынша буткемпқа келіп көріңіздер міндетті түрде. Сіздің қорытынды? Қорытындыға байланысты біздің өміріміздегі болып отқан ситуацияда Аллах тағала ешқашан қателеспеген, қателесіп жатқан жоқ, және келешекте де қателеспейді. И біздің әке-шешемізге сен осылай жасауың керек еді, немесе былай жасауың керек еді деп жол көрсетуіміз, немесе оларды тәрбиелеуге тырысуымыз, ол просто бір, қайтсам, ешқандай қисынға келмейтін нәрсе деп есептеймін. Тек қана өзімізбен жұмыс жасауымыз керек. И все. Напайский. Біздің өміріміздегі барлық жақсылық ол Алладан және ата-анамыздан деп ойлаймын. И екіншіден ата-әжесінің балалары ол сіздерге берген Алла тағаланың сыйлығы деп ойлаймын. Ата-әжесінің баласы болған ол үлкен бақыт. Круто. Әдемі. Мен қорытындылайтын болсам, жаңағы нәрсе ғой. Жаңа сіздің разборыңызда кісі туралы айтып жатсыз ғой, типа ради признания отца, ради любви отца деген нәрсені. Сол әңгімені естігеннен кейін менде сондай бір сезім болды. Әкемнен признание естігім келді. И у меня был выбор. Добиться, доказать, показать, там тау қопару деген сияқты. Либо просто позвонить, папа, мен сенің нан естігім келіп отыр деген нәрсе. И мама, мен сенің нан естігім келіп отыр деген нәрсе. Просто позвонил, сұрадым, оказывается, так можно.
просто сені жақсы көреміз деген нәрсені былай да звонокпен оларға махаббат беру арқылы естуге болатындығына көзім жетті. Ол үшін әуелі Алла, одан кейін осы буткемп, осы қасында бауырларыма алғысын білдірем. Тура сондай нәрсе. Былай айтқанда 10 жыл өмірін қысқартып берді, грубо говоря. Тура сол әңгімені есту үшін 10 жыл тау қопару керек еді. Сол үшін сіздерге берер кеңесім, если нужна любовь, бірінші беріңіздер жақындарыңызға, ата-анаңызға, потом олардан ашық сұрай біліңіздер. Супер. Осы шығарылымды көрген кісілерге бонус берейік. Комментарийге ма, репостқа ма, тағы не нәрсеге можно. Нартайдан бастайық былай қарай. Менің ойымша негізі әр подкастта бір адам берген дұрыс сияқты ма деп ойлап тұрмын. Жоқ, бүйтейікші, төртеуміз біргейік әр подкастта. 50-50 мыңнан. Бірақ бір целевой назначениеға ше. Например, там осы подкаст тек қана комментарийға деген сияқты ше. Или осы подкаст тек қана типа репостқа деген сияқты ше. Әркім өзіне ұнаған бір комментарий таңдайды да соған береді. Сонда 4 чемпион болады. Хорошо. Все, выбираем комментарий ошолы. Комментарий бірақтан жазған кезде прям басы бар, аяғы бар, түйген ойы бар, және оны өмірде қалай пайдаланып жатырсыз, немесе пайдаланасыз. Ол пайдаланғаннан кейін сізге қандай нәтиже берді, немесе беруі мүмкін. Соны нақтылап жазыңыздар. Осы үшеуміздікі болсын. Үш адам болайық, или оны не комментарийға. Сен бөлек айтшы. Менікі. Мына жақын. Мына ма? Тыңда десең. Иә. Алматы қаласында, болмаса Шымкент қаласында болатын алдағы 15-іне ғой бұл подкаст шығады. Айта берсе болса буткемпке. Иә, буткемпке келіп, 4 күн қатысып, 4-ші күні біз сұраймыз, YouTube'дан кім келді деп. Сол бірінші көтерген, бірінші емес, 5 адамға, алғашқы 5 адамға 10 теңгеден сыйлық болсын. Жоқ, қандай 4-ші күні объявлять етіп, не надо, саған тыныш кеп. Нартай мырза, мен YouTube'дан подкасттан келдім деп айтсын. Алғашқы 5 адамға көзін қойып беріп жібересің. А то сахнада шулап кетеді. Көреміз. Нартай жұлқан дейсің, таппайсың. 4-ші күні береміз. Иә. Все, баршаңызға рахмет, сіздермен бірге болған. Тұра тұрыңыз, нені айтып кетейік. Сілтеме бар. Төменде бізде буткемп деген не деген сұрақтар болып жатқан шығар, алғашқы естіп жатқан жандарға. Бізде описаниеде сілтеме тұр, сол сілтемеге кірсеңіздер, сіз көрген уақытта буткемп қай қалада, қай жерде болатындығы туралы толық ақпарат бар. Өтіңіздер, тіркеліңіздер. Осы шығарылымды толығымен қарағандарыңызға рахмет. Біз сіздерді жақсы көреміз, сіздер бізді сүйетіндеріңізді білеміз. Сау болыңыздар, баршаңызға рахмет. Чао! Бай-бай.